Кайырлы күн, құрметті әріптестер, Алақай Қуыршақ театрының ұжымы. Саламатсыздар ма, әріптестер? Мына жиналысымыздың себебі бәріңізге белгілі, бұл Абай Құнанбаевтың 175 жылдығы. Бірақ бұл әңгімемізді бастамас бұрын мен бір нәрсені ескертіп өткім келіп отыр. Біздің мына бүгінгі шарамыз енді театрдың әлеуметтік желілеріне орналастырылатын болады. Оны көрермендер тамашалайтын болады. Сондықтан көрермендерге де қаратып сөйлегенді жөн көріп отырмын. Сонымен бастасақ, құрметті көрермендер, енді әріптестеріміз біледі, мен Алақай Қуыршақ театрының әдебиет бөлімінің меңгерушісі боламын. Есімім Абай Қырғызбайұлы. Бүгінгі біздің шарамыз Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына арналып отыр. Мен бүгінгі шараның модераторы боламын. Жалпы Абай Құнанбаев қазақ халқының бүкіл өміріне әлеуметтік жағынан болсын, мәдени жағынан болсын, саяси жағынан болсын, өзіндік орны бар тұлға. 20 ғасырдың басындағы қазақтың ұлы ойшылы, 20 ғасырдың басында ғана емес, бүкіл осы қазақ халқының бүкіл қалыптасқан кезеңінен бері ең мықты ойшылардың бірі деп есептеледі. Енді Абай туралы айту өте қиын, бір тосын пікір айту, бір пікір, сондай пікірлер айту Абай танушыларының өзі қорға соқтайтын, тайсақтайтын нәрсе. Бірақ бүгінгі мына біздің шарамыз Абайдың шығармашылығына шолу іспеттес болмақ. Театрдың әртістері өздерінің сол бала кезден есінде жүрген, өздері ұнататын өлеңдер туралы әсерлерімен соларды өлеңдерін оқып беретін болады. Жалпы бүгінгі шарамыз Абайдың өлеңдеріне арналмақ. Болашақта Абайдың әндеріне, аудармаларына арнап, тағы да осындай форматта өткізбекпіз. Абай Құнанбаев туралы кішкене мен хабар беріп өтсем, бұл Абай Құнанбаев туралы ең алғаш пікір айтқан Әлихан Бөкейханов. Біздің ұлтымыздың көсемі 1905 жылы некролог жазады қазақ газетінде. Содан бастап Абай тану ғылымының басысы Әлихан Бөкейхановтың некрологы деп есептеледі. Абай туралы көптеген шығармалар бар, әдеби шығармалар, ғылыми материалдар да бар. Бұның бәрі Абайдың өте тереңдігін, қазақ халқына өте қымбат екенін көрсетпек. Енді сөз кезегін театрымыздың әртісі Роза Балғалиқызына берсем деп отырмын. Осы Абай туралы, Абайдың 175 жылдығы туралы және өзіңізге ұнайтын өлеңдері бола ма, сол туралы кішкене сөйлесеңіз. Сөз кезегі сізде. Сәлем Абай, сәлем құрметті әріптестер. Әрине, Абай Құнанбаев атамыздың 175 жылдығына арнайы өткізіліп жатырған іс-шаралар аз емес. Және де тек Қазақстанда ғана өткізіліп жатырған жоқ, бүкіл әлемде өткізіліп жатыр десем артық айтпаған болар едім. Себебі кеше ғана татар елінің Буа қаласында драма театрының актерлары бір-біріне Абай атамыздың шығармасынан эстафета жолдап жатыр екен. Соны көріп бір көңілім көтеріліп, марқайып қалдым. Бір жүрегімді мақтаныш кернегендей болды. Жалпы Абай атамыздың өлеңдері бізге бір мотивация беретіндей, алдыға жетелейтіндей, жалпы бұл кісі болашақты көріп, болжап, бізге көп деген азық қалдырды десем артық айтпаған болар едім. Енді бүгін мен сіздерге Абай атамыздың «Кеше балең» атты өлеңін оқып берсем, қабыл алыңыздар. Кеше балең, келдің ғой талай жасқа. Көз жетті, бір қалыпта тұра алмасқа. Адамды сүй, Алланың хикметін сез. Не қызық бар өмірде одан басқа. Жас қартаймақ, жоқ тумақ, туған өлмек. Тағдыр жоқ, өткен өмір қайта келмек. Басқаныз көрген қызық артта қалар. Бір құдайдан басқаның бәрі өзгермек. Адамзат бүгін адам, ертең топырақ. Бүгін көмір жарқылдап алдар бірақ.
ертең өзің қайдасың, білемісің? Өлмек үшін туғансың, ойлан, шырақ. Бұл өмірдің қызығы махаббатпен, көрге кіру үлгілі жақсы атпен. Арттағы сөзіңменен ісің қалар, өлсең де, өлмегенмен боласың тең. Яғни өмірге адам болып келген соң, адам болып қалайық. Яғни артымыздан жақсы сөздер мен жақсы істер қалсын. Тамаша Роза ханым, сізге көп рахмет. Жалпы Абайдың шығармашылығы өте терең ғой. Жалпы Абайдың шығармашылығы мына Асқар Сүлейменов деген қазақтың жазушысы бар, соның айтатыны бар. Абайдың өлеңдері ол құлаққа жағымды емес дейді. Құлақ үшін емес, ол ой қытықтайтын, ойыңды қозғайтын шығармалар дейді. Рахмет сізге көп. Енді келесі сөз кезегін тағы да театрымыздың әртісі, тамаша әртісі Гауһар Оралбай ханымға берсек деп отырмыз. Сіз не айтасыз, қандай өлеңін айтпақ ниеттесіз? Мен сіздерге «Өлсе өлер табиғат, адам өлмес» атты өлеңін оқып бергім келіп отыр. Ұлы ақын бұл өлеңді 1895 жылы жазған екен. Ұлы ақын өзінің болашағынан зор үміт күткен баласы Абдрахманнан және інісі Оспаннан айырылып, көңілін мұң басып, басына қайғы түскен кезде осы өлеңмен өзінің көңіл күйін жеткізген. Өлсе өлер табиғат, адам өлмес. Ол бірақ қайтып келіп ойнап күлмес. Менікінің айрылғанын өлді деп ат қойыпты, өңкей білмес. Көп адам дүниеге боялдырған, боялдырып аяғын көп шалдырған. Өлді деуге сыяма, ойлаңдаршы, өлмей тұғын артында сөз қалдырған. Кім жүрер тіршілікте көңіл бөлмей, бақи қоймас фәнидің мінін көрмей. Міні қайда екенін біле алмассың, терең ойдың телміріп, соңына ермей. Дүниеге дос, ақыретке бірдей болмас, екеуі тап бірдей орны қалмас. Дүниеге ынтық, мәшқарға амалсыздың иманын түгел деуге аузым бармас. Рахмет сізге көптен көп, Гауһар ханым. Жалпы Абдрахманның өлімі, Абайдың ұлдарының өлімі Абай үшін үлкен трагедия болған ғой. Жалпы ақынның өмірі емес, қарапайым адам ретінде де бұл үлкен трагедия. Көз алдында балаларының кетуі. Осындайда мына Мұқағали Мақатаевтікі болу керек, қателеспесем бір сөз есіме оралып отыр. Жалпы ақын дегеніміз ішіндегі құса-мұңды қайғының бәрін сыртқа қауқар тас қылдырып, асыл тас қылдырып, әдемі қылдырып жеткізеді. Бірақ ол ішінде қиналады деген сияқты қылдырып айтады. Әрине бізге бір әдемі өлең сияқты болып көрінеді, бірақ үлкен бір трагедия жатыр ғой артында. Дұрыс. Енді жалпы Абайдың поэзиясы, Абайдың өлеңдерінде барлық мәселе бар да. Поэзияның түрлері бөлінеді ғой: лирикалық, табиғат поэзиясы, саясаттық, әлеуметтік поэзия деп. Абайдың шығармашылығында бұлардың бәрі бар. Бәрі кездеседі бұлардың. Енді сөз кезегін осы Шанар ханымға берсек. Сіз осы табиғат поэзиясы туралы бір-екі сөз айтып жіберсеңіз, бұл өлеңін оқысаңыз. Абайдың дүниежүзілік поэзиядан алған озық үлгісі бұл табиғат лирикасы. Абай табиғат деген мәңгілік тақырыпты асқан шеберлікпен суреттеген. Абай табиғат бейнесін, адам портретін жасауға, оның ішкі, сыртқы
қылық мінездерін айқын суреттермен көрсетуге өте шебер болған. Мысалы, қыз. Ол қызды қазақтың қатал қарияларына ұқсатады. Немесе кәрі құдан қыз келіп әлек салды деп суреттеген. Ақ киімді, денелі, ақ сақалды, соқыр мылқау танымас тірі жанды. Үсті басы ақ қырау, түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Демалысы үскірік, аяз бен қар, кәрі құдан қыз келіп әлек салды. Ұшпадай бүркін киген оқшырайтып, аяз бенен қызарып ажарланды. Бұлттай қасы жауып екі көзін, басын сілкісе қар жауып мазандалды. Борандай бір құсарқ етіп долданғанда, алты қанат ақ орда үй шайқалды. Әуес көріп жүгірген жас балалар, беті қолы домбығып үсік шалды. Шидем мен тон қабаттап киген малшы, бет қарауға шыдамай теріс айналды. Сонымен қатар, күздің сипаты да тек қазақ даласының күзгі түрін, қазақ ауылындағы тұрмыстық күзгі бейнесін жарқын елестеткен. Сырбұлт түсі суық қаптайды аспан, күз болып дымқыл тұман жерді басқан. Білмеймін, тойғаныма, тоңғаныма, жылқы ойнап бие қашқан, тай жарысқан. Жасыл шөп бәйшешек жоқ бұрынғыдай, жастар күлмес жүгірмес бала шулай. Қайыршы шал кемпірдей тісі кетіп, жапырағынан айрылған ағаш қурай. Біреу малма сапсиды, салып иін, салбыраңқы тартыпты жыртық киім. Енесіне иертіп шуда жібін, жас қатындар жыртылған жамай дейін. Қаз тырна қатарланып қайтса бермен, астында ақшомшы жүр ол бір керуен. Қай ауылды көрсенде жабырқаңқы, күлкі ойын көрінбейді сейіл серуен. Кемпір шал құржан қағып, бала бүрсен, көңілсіз қара суық қырда жүрсен. Кемік сүйек сорпа су тимеген сон, үйде ит жоқ, тышқан аулап қайда көрсен. Рахмет, Жанар ханым. Жанар Молдашева театрымыздың тамаша әртісі. Абай Құнанбаевтың табиғат поэзиясы туралы айтып берді, қызықты қылып бізге. Мұхтар Әуезов осы Абайдың табиғат лирикасына арналған төрт өлеңі бар, көктем, жаз, қыс, күз деген. Осы өлеңдерімен ақ ол әлемдік поэзия өкілдерімен қатар тұр деген пікір айтқан екен. Енді келесі соңғы сөз кезегі театрымыздың жас әртісі Рысбеков Дәуренге беріледі. Дәурен, сөз кезегі өзіңде. Тағы да саламатсыздар ма? Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгінгі келіп жатқан қазақтың дара әрі дана ақыны, ойшыл драматург, ақын жазушы, аудармашы Абай Құнанбайұлының 175 жылдығы баршамызға құтты болсын. Жүрегі елім жерім деп соғатын қазақтың ақын жазушылары көп болсын. Жалпы Абай қойылымы Қазақстанның көптеген театрларында сахналанып жүр. Атап айтатын болсақ, Нұр-Сұлтан қаласының Қалибек Қуанышбаев театрында, Алматы қаласының Әуезов театрында, Ғабит Мүсірепов театрында сахналанып жүр деуге болады. Өздеріңіз білесіздер, Абай Құнанбайұлының жас кезінде, кішкентай кезінде жеңгелері телғара деп еркелеткен екен.
Жалпы телғара дегенде қойылым бар. Сол қойылымдарда кездесетін Абай Құнанбайұлының ойға түстім толғандым деген бір керемет поэзиясы бар екен. Қабыл алыңыздар. Ойға түстім толғандым, өз мінімді қолға алдым, мінезіме көз салдым, тексеруге ойландым, өзіме өзім жақпадым, енді қайда сый алдым, қалап алған көп мінез, қалай шағылып тый алдым, бойдағы мінді санасам, таусуынан аз емес, жүрегімді байқасам, инедейін таз емес, аршып алып тастауға апандағы саз емес, бәрі болды өзімнен, тәңірім салған наз емес. Осынша ақымақ болғаным, көрінгенге қызықтым, ғаділетті жүректің әділетін бұзыппын, ақыл менен білімнен әбден үміт үзіппін, айла менен амалды меруерттей тізіппін, жалмауыздай жалаңдап, ар ұяттан күсіппін, қулықпенен сұмдыққа құлатындай ұшыппын, сіз білесіз дегенге күнге күйіп пісіппін, мақтанбасқа мақтанып деп жүріппін, пысықпын. Рахмет. Бұл Абай Құнанбайұлының ойға түстім толғандым деген керемет өлең жолдары болатын. Рахмет, Дәурен, көптен көп рахмет, тамаша болды. Мына бүгінгі кештің қорытынды өлеңі сияқты қорытындысыз бітті. Болды. Рахмет. Осымен, құрметті көрермендер, әріптестер, бүгінгі Абай шығармашылығына, оның ішінде Абайдың өлеңдеріне арналған талқылауымыз, бүгінгі шарамыз аяқталды, өз мәресіне жетті. Мен Ақселеу Сейсенбектің мына сөзімен бүгінгі шараны аяқтағым келіп отыр. Абай қазақ ренессансы кезеңіндегі дүрілдіп шыққан тұлға. Бұл тұрғыдан келгенде Еуропа ренессансының Дантеден басталып Байроннан аяқталатын секілді, қазақ ренессансы Құрманғазыдан басталып Абаймен тұйықталатындай деген екен. Осымен бүгінгі шарамызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Сау болыңыздар. Ой.